Тамақтың дұрыс қорытылып, гормондардың уақытылы бөлінуіне жауапты орган ұйқы безі. Ағзада ақуыздардың ыдырап, қант деңгейінің тұрақты болуында қамтамасыз ететін осы дене мүшесі. Ұйқы безі ол бізде организмдегі ас қорыту жүйесінде ең үлкен экзокринді без. Ұйқы безінің ол екі функциясы бар без ретінде. Экзокринді, эндокринді дейді. Экзокринді дегеніміз ол ұйқы безінен пайда болған сок шекке түсіп тамақ қорытады. Эндокринді дегеніміз, яғни қанға бөледі гормонды. Шекке емес, қанға бөледі. Ол гормон, ол бізде қантты мөлшерін қандай реттеп отырады, инсулин бөліп отырады. Дегенмен елімізде қазір ұйқы безінің қызметі бұзылып, қатерлі ісікке шалдыққандар саны артып барады. Бүгінде бұл ауру анықталу жиілігі бойынша асқазан обырынан да асып түсті. Ал қауіптілігі бойынша өте жылдам түрде дамитын аурулар қатарында. Ұйқы безінің қатерлі ісіктердің арасында ең агрессивті рак түрінің бірі болып табылады. Не себепті агрессивті? Ол алғашқы сатыларында ол анықтау өте қиын. Өйткені ол бір белгілі бір симптомдарды клиниканы бермейді организм. Ол асқынған сатыға өткен кезде сол кезде ғана науқаста анықталып жатады. Ұйқы безі ісігін ультрадыбыстық зерттеу кезінде анықтауға болады, бірақ ол үшін мамандандырылған медициналық орталықтарда диагностикадан өткен жөн. Науқастардың специализированный жерде және мамандандырылған УЗИ-терге барғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Жылына бір рет науқастардың қазіргі экологиямызға байланысты, жаңағы көп нәрселердің тарап кеткеніне байланысты, мысалы үшін аурулардың сонымен қатар возрастарына байланысты жылына бір рет асқазанын және УЗИ-лерін жай жасап отыратын болса, клиникалық анализдерін алып көретін болса, содан да байқауға болады біріншіден. Көп жағдайда қатерлі ісік бастапқы сатыда белгі бермейді, яғни ағзада рак клеткалары пайда болғанын тек ерте диагностикадан анықтауға болады. Сол себептен де скринингтік бағдарламаларды жасап шығарған. Мұндай жүйе онкологияны ерте анықтап, ауру асқынбай тұрып емдеуге мүмкіндік береді. Бірақ бізде қазір керісінше, дерті жанына батқанда ғана дәрігерге баратындар азаймай тұр. Ұйқы безі ісігі кезінде де солай. Ақ халаттылардың айтуынша, науқастар қатты ауыра бастаған кезде немесе денесі сарғайған кезде ғана медицина қызметкерлеріне көмекке жүгінеді. Басында болған ісіктер болған кезде, өт жолдарын теп тастаған кезде адам сарғаяды. Сол кезде анықталып жатады. Денесімен құйрығында орналасқан кезде алғашқы сатыларында оны анықталмайды. Ол бір клиника бермейді. Ол жаңа өсіп, жергілікті тараған кезде, жергілікті ұйқы безінің контурына шығып, жергілікті қасында маңайында тіндерге өскен кезде, нерв түйіндеріне өскен кезде науқаста ауру сезімі пайда болады. Бірінші бастапқы емде емес, бастапқы емнің асқынуларын емдей бастаймыз, сосын барып екінші радикалды дейді, жаңағы полностью опухольді алып тастауға байланысты оталардың жүріп жатқаны белгілі болып жатыр. Көп науқастарда өзіміздің статистикаларымыз бойынша, еліміздегі статистика бойынша. Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының статистикасына сүйенсек, Қазақстанда жылына 1000-нан астам адам ұйқы безі ісігімен ауырады. Оның 800-дейі өмірден өтеді, яғни бұл диагнозбен аман қалатындардың үлесі тым аз. 100% ауру баратын болса, соның ішінде 20% қана операцияға келеді, радикалды ем жасауға келетін түрі. Науқас өзі біледі, қай жерде операция жасалынатынын. Біз осы жылы 40-тан аса ұйқы безінің гастропанкреатоидальды резекциясы операциясы жасалды. Бірақ операцияны медициналық орталықтардың бәрі бірдей жасамайды, өйткені бұл өте күрделі және асқыну қаупі жоғары ем болып саналады. Себебі бұл өзінің статистика бойынша 50%-тен жоғары осложнениесі болуы мүмкін бұл операциядан кейін. Өйткені асқазанның кесілуі, 12-желшектің толығымен алынуы, ұйқы безінің басының алынуы және өт қабының алынуы, аш-ішектің бастыңғы бөлігі алынып тастайды, анатомиясына байланысты. Сол жердің резекциялар жасалады, кесілулер болады. Сонымен бұл жерде жылан көз дейді, свищтердің болуы мүмкін. Ол свищтердің болғанда осложнение болып кеткен жағдайда ол свищтердің болуы өлім жетімге дейін алып келуі мүмкін осложнениесі. Қатерлі ісік салдарынан науқастар әлсіз күйде ауруханаға түседі, сондықтан жаралары да тез жазылмайды. Ал науқастың қосымша созылмалы аурулары болса, жағдай тіпті ауыр. Мұндайда мультидисциплинарлық топтың емі қажет. Бірақ қатерлі ісік қатты жайылып кетсе, кейде тіпті қарапайым анализ алудың өзі де науқас үшін қауіпті болуы мүмкін. Ол операцияға келмейтін науқастардың әртүрлі себептері бар. Жаңағы
магистраль сосудтарға өсіп кетулері, жаңағы артерияларына жаңағы өсулері, жаңағы сонымен байланысты жаңағы ол науқастардан жаңағы диагноз қою, бірінші диагноз қою, емнің алу. Мысалы, бірінші хирургический ем болатын болса, химиотерапиялық ем. Енді науқастың КТ-сі, бауырға баратын там артерия, селезенкаға баратын, көк бауырға баратын артерия зақымдалмаған. Енді мына жерде вена болады, қақпақша тамыр дейді, воротная вена дейді, бауырға кіретін вена. Сол ұйқы безінің басын арт жағымен өтеді. Сол жерге ісік жанасқан. Өспеген, қоршап, бірақ жанасып тұр. Сондықтан осыны бізге радиологтардың маңызы бізге айтып отыр керек. Біз операцияға барған кезде білуіміз керек. Қақпақша тамырды біз зақымдап алу мүмкіндігіміз бар екен. Операцияға дайындықтың өзіне біршама уақыт кетеді. Науқас түрлі анализдерді тапсырып, жалпы жағдайын тексеріп жатқанда, хирургтер солардың нәтижесіне қарап қатерлі ісіктің айналасындағы тіндерді зақымдамау жолдарын іздейді. Операцияның қаншалықты күрделі болатынын да осы КТ мен МРТ суреттеріне қарап анықтайды. Сонымен қатар мамандардың айтуынша, Еуропада компьютерлік томографияның нәтижесіне немесе онкомаркерлік анализдерге қарап химиотерапияны тағайындайды. Ал бізде тек биопсия жасаған соң ғана емнің бұл түрі науқасқа қолжетімді болады. Ал биопсия алу оның өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Бірақ хаттама солай жасалғандықтан одан аттап кете алмайды. Бұған қоса компьютерлік томография нәтижесіне қарап, ұйқы безі қатерлі ісігін анықтайтын білікті радиологтар қажет. Мамандандырған радиологтар біледі, қатерлі ісікке жатады ма, или жай кисталарға жатады ма, қатерлі емес ісіктер болатын болса, ол радиологтар айтады. Жаңа онкомаркерлеріне тоже байланысты. Сонымен қатар, егер де радиологтар қоятын болса, жаңағы диагнозды клиникалық лабораторлы барлығын анықтағаннан кейін химиотерапия берсек пе деген ой бар. Ол енді СНГ бойынша конференциялардың барлығында айтылып жүр. Европадағыдай емес, бізде химиотерапия, бірақ химиотерапевтердің бере алмайтын себебі бізге қатерлі ісік деген диагноз керек, то есть жаңағы материал керек дейді, ал лабораторлы анализ керек дейді. Ол анализдерді алудың өзі кейінгі кезде қиынға соғып отқан жайы бар елімізде. Ұйқы безіне операция жасатқан пациенттердің бірі Серғали Оразбаев. 2022 жылдың аяғында оған ұйқы безі қатерлі ісігі деген диагноз қойылған. Асқазаны ауырған Қостанай облысының тұрғыны осы дерттен ем іздеп Астанаға арнайы келген. Қазір ол ұлттық ғылыми онкология орталығында ем алып жатыр. 2 ай бұрын жұмысқа жүріп ауыра бастады. Больницаға араласақ, шыға келді мынандай диагноз. Көрсеткенде кішкене нетіп қаласы кез. Сразу айтты, маған осында бар деді. Үй бәрін жасады. Жетті 20 күнде жүрген шығармын, бәрін тапсырып. Операция қашан жасады? 10 күні басып еді. Қазір жақсы бір 2-3 күнде де шыдадық. Әрине, жаман аурудың нақты неден пайда болғанын айту қиын, бірақ кейіпкеріміздің 30 жыл бойы кен орындарында жерасты қазбалары өндірісінде жұмыс істегені әсер етуі мүмкін деген болжам бар. Мен өзім 30 жыл карьера істедім. Сонан кейін ойлаймын, вредный условия істедім, вредный бар аха. Сен ет қой. Қатерлі ісікті алып тастаған соң асқыну қаупі жоғары. Егер ота аумағы уақытылы жазылмай, инфекция тарап кетсе, науқастың өміріне қауіп төнеді. Сондықтан өңірлерде мұндай операциялар аз жасалады дейді орталық мамандары. Операция өз алдына бөлек мәселе. Одан кейінгі асқынумен айналысатын мамандар жайы тіптен бөлек. Бұл хирургтар, реаниматологтар, интервенциялық радиологтар бірлесіп жүргізетін жұмыс. Ұйқы безі қатерлі ісігін емдегенде тіпті медбикелердің өзі арнайы уақытылған болуы керек. Инфекциядан бөлек ол сол жерде үлкен тамырларды жеп қояды сок. Сол кезде қан ағу болады. Кровотечение дейді порша, енді сол қан аққаннан кейін шокқа кіріп кетеді науқастар. Сондықтан региондарда қай клиникада көп жасалады бұл операция, осы асқынулармен күресі мықты болады клиниканың. Осыған байланысты клиниканың деңгейі анықталады. Сондықтан мен өзім біздің клиникамызда үлкен деңгейде клиника деп айта аламын. Біз өйткені осындай үлкен операция жасаймыз, күрделі операция жасаймыз. Ұйқы безі ісіктері бірнеше түрге бөлінеді. Соның ішінде 80% жағдайда ол аденокарцинома. Ұйқы безінің ішіндегі ең протогі, вирусың проток дейді. Сол протоктың пайда болған рак, ол 80% аденокарцинома. Қалған 20% ол қатерсіз қатерлі
ісіктер ол. Ең көп кездескен инсулинома дейді мысалы. Мысалы инсулинома болған науқастар болады. Олар есінен тамып қалады, кенеттен есі тамып қала береді. Сол себептен көп қателесіп науқастар диагнозы қателесіп, олар невропатологтарды емдеп жүреді. Эпилепсия бір түрі деп емделіп кетіп қалуы мүмкін. Маман мықты болса, компьютерлік томографияның суретіне қарап-ақ ісіктің қатерлі немесе қатерсіз екенін айта алады. Әрі қарай емде соған сай тағайындалады. Дәрігерлердің айтуынша, операцияны жасатуды қажет етпейтін кисталар да кездеседі. Сондықтан радиологтардың біліктілігі өте маңызды рөл атқарады. Радиологпен кері байланыс болу керек. Ол айтады саған, мынандай ісік түрі қатерлі ісік, тамырға өскен, өспеген, қаншалықты өскен, жергілікті таралған. Мынандай бір түсінік бар, сондай жергілікті таралған деген, тамырларға өсіп кеткен қасында. Қаншалықты өскен. Операциядан кейін біз радиологтарға кері байланыс жасаймыз. Айтамыз, міне мынаншалықты өсті, өспеген, сосын гистологиясы келеді. Сол кезде 100% демесек те 95% біздің радиологтар дұрыс айтады. Ал ұйқы безінің қызметі бұзылмау үшін дәрігерлер алкогольді ішімдіктен аулақ болуға кеңес береді. Өйткені ащы судың ағзаға зиянды әсері ғылыми түрде дәлелденген. Ішімдікке салынған адамдарда асқазан ауруы жиі кездеседі. Сондай-ақ созылмалы панкреатит, асқынып, қатерлі ісікке айналу қаупі бар. Сондықтан темекі мен ішімдіктен бас тартқан жөн. Шылым тартудың себептерінің бірі ішімділік, жаңағы созылмалы ұйқы безінің қабынулары, наследственность дейді, жаңағы тұқым қуалаушылығы, сонымен қатар жаңағы диетаны бұзу дейді, сонымен қатар жаңағы науқастардың көбісі білмейді ауырып жүрген, эпигастр аймағы дейді ғой, сонымен сол жақ қабырға аймағының ауыру сезімдері, оң жақ қабырға аймағының ауыру сезімдері. Биологиялық активті қосымшалар, қоспалар дейді, соны көп ішетіндер бар. Витаминдер деп айтады. Бар витаминдер түрі бар, дәлелденген витамин. Оны ішуге болады. Виталды дәлелденбеген қазір көбейіп кеткен, соларды алып іше береді, ол дұрыс емес. Білікті мамандарды тек білімді ұстаз тәрбиелейді. Ұлттық ғылыми онкология орталығы салада жарты ғасырға жуық еңбек етіп, бар өмірін аурумен күреске арнаған ұстаздарын мақтан тұтады. Аңыз ұстазымыз бар, профессорымыз, осы Сұлтаналиев Тоқан Нарбекович деген ең үлкен профессорымыз, бізді хирургия үйреткен, онкология, трансплантацияны бізге үйреткен кісі. Қазақстанда ең алғаш мәйіттік донордан бауыр трансплантациясын жасаған 2010 жылы ұстазымыз. Сұлтаналиев Тоқан Анарбекұлы медицина ғылымының докторы, профессор, халықаралық хирургтар қауымдастығының толық мүшесі. 1985 жылдан Қазақстан хирургтер қоғамының жауапты хатшысы болып істеді. Сызғанов атындағы ұлттық хирургия ғылыми орталығының директоры, дәрігерлердің біліктілігін арттыру институтының ректоры қызметтерін атқарған. Бүгінде ол ұлттық ғылыми онкология орталығының білікті мамандарын тәрбиелеп жүр. Бұрын 80 жылдары мына ультразвук, компьютер томография деген жаңадан ғана енгізіп келеткен медицинаға. Сол кездерде мына ұйқы бездің ісіктері ең қиын аурудың бірі болған. Мен өзім 128 мәрте сол операция жасаймын деп барып, соны тек қана 28-ін ғана жасадым, басқасы операцияға келмейтін болды. Оны тек қана операция кезінде ғана ішқұрылысты көргеннен кейін сонда ғана белгілі болды. Неге десең, сол кезде ісіктер жаңағы қан тамырларға өсіп, ары мүмкіншілік болмады. Ал қазіргі заманда, қазіргі уақытта мына ультрадыбыстық тексеру, соңғы компьютер томография, МРТ дегендер, солардың бәрі қазір сол ісіктің қан тамырларға қандай жақындығы бар, өсті ма білдіруге болады. Ғалым еңбегінің басым бөлігі хирургия мәселелеріне арналған. Тоқан Сұлтаналиевтің жетекшілігімен және консультациясымен ұлттық ғылыми онкология орталығында ұйқы безінің қатерлі ісігіне 100-деген операция жасалды. Мен дайындаған 9 доктор наук, 15 кандидат наук. Қазірдің өзінде 6-ауы PhD докторантурада оқып жатыр. Екеуі алыс шетелде, біреусі Японияда, біреусі Турцияда, ал 4-еуі мына Қазақстанда.
сондықтан ол тағы да оқуға түсетін шәкірттеріміз бар. Заманауи технологиялар барлық салаға кірігіп кетті. Соның ішінде медицинада ақылды машиналар өте көп. Ендігі мәселе сол аппараттарды дұрыс пайдаланып, адам игілігіне іске асыратын мамандарды оқыту. Өйткені кез келген диагнозды уақытылы анықтау үшін анализдерді дұрыс оқи білетін дәрігер қажет.